Қырыққа келдім. Қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алға ұмсынған кеудеме, дөп-дөңгелек бөксеме, қысқасы өз-өзіме риза болып өмір сүріп төртінші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп аз қалғанын білмейде қалыппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өз қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын, тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін-әлсін есінеп қойып елегізіп жатқан ол 40-тағы қырқылжың қыз Орынкүл оңашада өзіне өз есеп бере бастады. Көк шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзі де наздана қарап күлімсіреп сөйлегенде бері бұрылар ма еді, бірақ бәрін сезіп біліп тұрып, еркек көрсе қара тастай қатады да қалады. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-шы сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Еріннің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап көпке дейін өз-өзіне келе алмай жүрді. Содан кейін сол баланы жек көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір соның сурет бейнесін баспасөзден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде ернін шүйіріп өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ол қыздарын аяқтандырып ат ойлап той жасап жатыр, аттестат аласап, атқа қонып ішке бітіре салып, үй болғанда немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңында түсіп, жай бөлшекпен AX-ты айналсоқтап жүріп, не есептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңім таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынкүл күйініп кетті. Мұңын шертіп, ақтарылайын десе айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған 4 бұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан, жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екенде деп, өмірден өтіп кеткен шешесін кінәлады. Шешесі қандай болса, қызы да сондай, шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі, отбасы туралы сөз қозғап бір басынды екі оқыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батыр ана. 10 баланы асыра оңай деймісің? Тек сырқат жеңіп көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арығың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе жирене қарап, өзін солардан екі елі болса да артық санайтын. Сөйтсем мен ақпай қалған арық секілді суға сусыған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей боп елегізіп жатыр. Бала шағам болса, көң құрғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе-кезек басымда отырар еді. Пышаққа түскенше 10 шақты күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түсіп ота жасаған үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Содан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Онымен де шер тарқатып сырласқысы келіп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпелектей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өз үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі ха-ха-ха күлкі оңашадағы құйқылжың әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостағы қимыл құбылыс екен. Отау тігіп от жаққасын әркім өзінше шығарда жаны бөлек, достарың да бөлектеніп кете береді екен. Сенің ең жақының неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынкүл шекесіне сұқ саусағының ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүләйім даусы құлақ түбінен сызылып естілгендей болды. Ол да сонда өз секілді тартып ыңырсып жатқан, сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп, өз жанын өзі тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу. 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа бұл сөз, қыз құзырың бітіп перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың деген сияқты. Ол көшедегі суы тарылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Кейіннен Алматыға кетіп дарынды балалар мектебінде оқып 10 тауысқанда неге жеттім. Оның көз алдына тағы да тақтаға бормен жазылған AX елестеді. X математикадағы белгісіз мөлшер болса, мен өмірдегі шешу жоқ жұмбақпын. AX жұмбағы көп өмір болса, шекесіндегі екі сан сияқты екеу боп біреумен қол ұстасқанымызда ғой. Сол екі саны мен тек тақтадағы жұмбақ X-тің шекесінде тұрып қалады деп өкінішке толы ойын 10 саққа бөлінгенде, есік серпіле ашылып, емделуші дәрігер Орынбай кіріп келді. Жаңағы жан ауыртқан қиял мен әртүрлі елестер сытылып кетіп, айналасы аппақ әлемге малынып, қарсы алдында орта бойлы, дембелше келген ат жақты қос мұрын жігіт тұрды. Қалай Орынкүл қыз деді де, әй-шайға қарамай үстін жапқан ақ жайманы сыпырып тастап,
Қарынның ота жасаған жерін алақанымен басты. Осылар ота